Мектеп кезінде естіген бір әзіл есіме келді. 70-80 жылдар бір қазақ жігіті Мәскеуге барыпты. Қаланы аралап, серуендеп келе жатып, бір уақытта туалетке қатты барғысы келіпті. Туалетті тауып қараса, Ж деген әріптер жазылу тұр. Көп ойламай жыға кіріп кетеді. Іштен қыздар айқай шумен сыртқа қашып бара жатыр екен. Сонда біздің жігіт: "Ей, қыздар, не болды? Қашпаңдар, мен де Жамбылдан келдім ғой" депті. Досыма сұрақ қойып жатырмын. Неге тұнжыраған адам сияқты қабағыңды түйіп отырсың? Сонда досым: "Анекдоттар оқып отырмын" дейді. Мен ерінмен оқуды үйрендім. Енді балықтардың не айтып жатқанын білемін. Не дейді екен? Оп дейді. Бұл нені білдіреді? Аудармасын білмедім әлі. Әйелі күйеуіне: "Жаным, ресторанға барайықшы?" "Мен үйленген әйелдермен ресторанға бармаймын." "Есің дұрыс па? Мен сенің әйеліңмін ғой." Ешқандай ерекшеліктер жоқ. Айналаның бәрі ұрсады бізді. Стоматолог: "Тісіңізді дұрыс тазаламайсыз." Психолог: "Сіз қате өмір сүріп жатырсыз." Диетолог: "Сіз дұрыс тамақтанбайсыз" дейді. Ал алкоголь сатушысы: "Таңдауыңыз дұрыс." Әкесі өз баласын жүзуге үйретпекші болады. "Жүр, бассейнге барып сені жүзу үйірмесіне берейік." Сол бассейнге келіп, инструкторды шақырып алып: "Менің баламды алыңызшы. Өзін суда өте жақсы ұстайды, мүлдем батпайды, бірақ вообще жүзе алмайды екен" дейді. Сонда инструктор: "Папа Карло, қалжыңдап тұрсыз ба? Бұл ағаштан жасалған қуыршақ Буратино ғой." Бір ер адам цирк әртісі ме білмеймін, әйтеуір үйінде маймылы бар екен. Бір күні сол маймылмен бірге прикол ретінде "Маймылдар әлемі" деп аталатын кино қарамақшы болады. Сөйтіп, бір жарты сағаттан кейін кино бітеді ғой. Ер адам өз маймылына мүмкін бірдеңе түсінген шығар деп қарап қояды екен. Сонда маймыл: "Бұл шын оқиға емес, жай ғана кино ғой, қорықпа, ондай болмайды." Кешіріңіз, сіз тек өкпелемеңіз. 1000 рет кешіріңіз. Сізді бағанадан бері байқап тұрмын. Тек өкпелемеңіз. Түріңіз ақымақ адамға ұқсайды екен, ашуланбаңыз. Тағы да кешірім сұраймын. Мен режиссермін. Қазір ақымақ жайлы фильм түсірейін деп жатырмын. Сол менің кинома актер болып шақырайын деп едім сізді. Қалай қарайсыз? Мақұл, кімді ойнау керек? Бір қыз өз жігітіне жүгіріп келіп: "Кеш, бір ойын ойнайықшы" дейді. Жігіті: "Қандай?" "Біз бір-бірімізге кезектесіп комплимент айтамыз. Сөз жетпей бірінші кім тоқтаса, сол ұтылады." "Жақсы, келістік" дейді жігіт. "Сен баста." Қыз: "Туф, ештеңе таппадым. Сен жеңдің" дейді. Бір апаның үйіне біреу есік қағады. Апа есік ашса, қолында шаң сорғыш ұстап тұрған жарнамашы маркетолог тұр екен. Екінші қолында көңге толы пакеті бар. Бір сәтте апаның кіреберісіне сол пакетті аударып лақтырып жібереді де: "Апа, мен осы көңді мына шаң сорғышпен 5 минуттың ішінде жинап алмасам, өзім жеп қоямын" дейді. Сонда апа: "Мә, саған кетчуп пен майонез алып келейін. Біздің үйімізде электр қуатын кешке дейін өшіріп тастапты" деп.